Ассаламу алейкум қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дана. Бүгін фастфуд орталығындағы наггетсіден кем түспейтін наггетсі дайындайтын боламыз. Дауысын тыңдаңызшы. Ендеше кеттік. Бізге керекті заттар: тауықтың төс еті, тұз, май, лимон, сарымсақ. Ең алдымен тауығымыздың төс етін жұқалап турап алатын боламыз. Көлемі қандай болуы маңызды емес, ең бастысы жұқа болуы керек. Қалың болған жағдайда ортасы піспей қалуы мүмкін. Көлемін өз қалауларыңыз бойынша 4 бұрыш немесе 3 бұрыш етіп, болмаса видеодағыдай етіп жасасаңыздар да болады. Турап алған етіміздің үстіне қатты толтырмай 3 шай қасық тұз саламыз. Ұсақтап туралған сарымсағымызды саламыз. Енді лимонның 1/3 бөлігін согын шығарып, жақсылап сығып салатын боламыз. Жақсылап бір араластырамыз. Тұзымыз, сарымсағымыз, лимонымыздың соғы етіміздің барлық бөлігіне тиюі керек. Соңынан сұйық майымызды құямыз. Сұйық май еттің бетін толықтай жауып тұру керек. Неге үстіне басамыз, кішкене еттеріміз толықтай майға бату керек. Еттердің арасына май кіру үшін кішкене тағы араластырып жіберсеңіздер де болады. Енді осы массамызды кемі 2 сағатқа мариновкаға салқын жерге қоямыз. Біздің етіміз 2 сағаттан асық уақыт мариновкада тұрды. Енді етімізді алып, алдымен ұнға, сосын жұмыртқаға, одан кейін панировочный хлопьяға аунататын боламыз. 2 жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Алдымен етімізді ұнға барлық жеріне тигізіп аунатып аламыз. Одан кейін барып жұмыртқамызға аунатамыз. Соңынан панировочный хлопьяға саламыз. Өзім пайдаланған панировочный хлопьяның суретін видеода көрсетіп өтемін. Сол түрін алып пайдалансаңыздар, сіздерге ұзаққа жетеді. Тауықтарымызды дәл осы ретпен ұнға, жұмыртқаға, панировочный хлопьяға аунатып, жинап алатын боламыз. Мінекей біз барлығын аунатып, осылай дайындап алдық. Енді мариновкамыздан қалған майымызды сүзіп алып, наггетсімізді қуыруға пайдаланып жіберсек болады. Майымыз қатты қызып тұру керек. Наггетсілерімізді салып, қуырып алатын боламыз. Майымыздың температурасы бауырсақ қуыратын майдың температурасымен бірдей болу керек. Кішкене наггетсілеріміз қызарғаннан кейін келесі бетіне аударып қуыратын боламыз. Отты тым қатты қоймаңыздар. Орташадан кішкене жоғары болса жеткілікті. Наггетсілеріміз қып-қызыл болып қуырылу керек. Қып-қызыл болып әдемі түске енгенше 2 жағын аунатып отырып қуырып алатын боламыз. Неге осындай түске енген кезде майымыздан сүзіп аламыз. Қалған бөліктерінде дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Кейіннен салған кезде наггетсілерімізді кішкене аздау салыңыздар. Өйткені біз наггетсіді жұмыртқаға аунатқандықтан майымыз көп еретін болады. Дайын болған наггетсілерді мейлінше салфетка төселген ыдысқа сүзіп алыңыздар. Артық майларын салфетка өзіне сіңіріп алатын болады. Неге қыздар, біздің наггетсіміз дайын. Фастфуд орталығындағы наггетсіден аспаса кем түспейді. Өте дәмді әрі тойымды болады. Бұл рецепті бір жасағаннан кейін фастфуд орталығынан наггетсі мүлде алмайсыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.